тептіңіз, қызды өліп кетсең теуге болмайды. Ал тептің сен жарайды. Сол кезде қыз баланың жатырына, басқа бір жеріне зақым тиді. Қазір балалар өте әлсіз. Оның миындағы зақымды әлі айтпай қояйын. Ол миына ешқашан кешірмейді сені. Бала ұрғанды кешірмейді. Осы мен тыңдағандардың барлығының есінде бар, айтыңдаршы. Папаң сабағын есінде ме? Ұмытып қалдыңдар ма? Пролкамен ұрғанын, боқтағаны, тепкені, аяғына етік киіп алып. Ұмытып қалдыңыздар ма? Мен тепкен, мен кешіріп жібердім деген адам мені былай кешірмеген, ол кешірмейді, ол жай сөз ол. Мен әкем мені боқтағаны ұрғанды айтпай қояйын. Боқтағаны ұмытып қалдыңыздар ма? Айтыңыздаршы. Сен өзің ұмытып қалдың ба сен тепкен ұрған? Содан мен жақсы болдым деп тағы көкірегін көтеріп айтып қалсың. Ондай ешқандай емес. Ешкім ұмытпайды ондай. Ешқашан ұмытылмайды. Маңыздар. Мына жақтағы травмасы ол мәңгілік қалады. Өмір бойы қарғап өтеді сен. Өмір бойы сенің істеген әперген ден рождениеңді, подаркың, сенің мамасын жақсы көргенің, боққа тұрмайтын нәрсе ол. Жай нәрсе ол. Ұрмаңыздар. Ешқашан ұруға лайықты емес. Ешкім ұмытпайды ондайды. Солар жақсылық істеген жоқ па? Ұрып болғаннан кейін үй алып берді, машина алып берді. Күлдің, бірақ бәрібір бүйтіп тырнап көрсең, ұмытылып қалды. Шешенің ұмытылып қалды. Еркек не істеу керек? Еркек мамасын айту керек. Ананы тәрбиелеу керек. Мамасы шымшиды, ұрады, қамшымен салып қалады. Маманыкі ұмытылып қалады. Сол үшін айтқан қазақ: таяқ жеген жерді бала ұмытпайды, тамақ жеген жерді ұмытады дейді. Тамақ жеген ананыкі ұмытылып қалады. Сол үшін ананыкі боқ, әкенікі оқ дейді. Әкелер ешқашан қол көтермеңіздер. Боқ ауызда шықпасын қызыңа, балаңа. Шеше не үшін? Шешенің қолымен ұрғаны май болады. Бүйтіп тұрып шымшып алса, сол шымшыған қазақ жақсы айтқан мақалдары біздің өмірлік қазақты тәрбиелеген, осы мақал мәтел дәстүріміз тәрбиелеген бізді. Мына дін мен дәстүр бізді тәрбиелеген, осы міне. Дін мен дәстүр бізді тәрбиелеген. Не деп тәрбиелеген? Соның ішінде бір сөз жеткен: бие құлынын тепсе, бие шешесі тепкен биенікі ауырмайды дейді. Мамасы істесін. Әке жақындығың, сен өліп кетсең өліп кет, жездеде аяқ деп айтқан сен. Жезде деген айдаладағы біреу. Вот сондай аяқсың сен. Ол машина сыйладым, мен қатын әпердім, мен машина әпердім. Ешекпен де жүре береді. Жаяуда жүре береді. Өлмейді. Зато сен өліп қалсаң да ұмытпайды. Қасына қабіріңе барғанда жылап тұрып, сен ұрғаныңды есіңе алады. Осыны жақтап, азаттап ал. Әкесі баласын ұрса, сен өлесің, өлген кезде келеді қызың, балаң жылап тұрады, қабірдің басында сағынады, әкесің бәрібір, бірақ сен тепкені ұмытпайды сол кезде. Басқаны ұмытады. Машина да ұмытылады, дүние де ұмытылады, таяғы да ұмытылады, ақшасы ұмытылады, каспиймен берген бәрі ұмытылады, бәрі ерунда. Бір рет бір қуанышта бәрі ұмытылады. Бірақ ұрғаны өлгенше ұмытпайды.